Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге Enslayer программасын жүктеуді көрсететін боламын. Ең алдымен ноутбугыңыздың немесе компьютеріңіздің оң жақ бұрышында осындай бет ашылады. Осы жерден Enslayer'дың суреті көрсетіліп тұр. Бұл менде Enslayer жүктелген. Сіздерде бұл шықпайды, өйткені сіздерде орнатылмаған. Ал егер орнатылған болса, осылай шығып тұрады. Енді көрсетейін. Сіздерге Google-ға кіреміз. Google-ға кірген кезде жоғарғы жағына Enslayer деп іздейміз. Іздеген кезде бізде қазақшасын және орысшасын ұсынатын болады. Бұл жерде pkykop.kz сайтынан кіреміз. Кірген кезде төменге қарай түссек, бізге осындай көп нұсқаларды көрсетеді. Осы жерден өзіңізге сәйкес келетін түрін таңдаймыз. Оны таңдау үшін ең алдымен мой компьютерға кіреміз. Кірген кезде бізде осы беттен свойства деген батырманы тауып алуымыз керек. Менің жағдайымда мына 3 батырманы басамын. Осының ішінен свойстваны өтемін. Өткен кезде менде осындай бет ашылады. Осы жерден тип системаның ішінде 64 разрядный менікі. Осы жерден өзіңіздікін табасыз және өзіңізге сәйкес келетін Enslayer'ды жүктейтін боламыз. Мысалға, мен осы жерден 64-тігін таңдаймын. Жүктеп аламын қазір. Менде жүктеліп жатыр қазіргі таңда. Осы жерден шығып кетем. Қазір бұл бізде жүктелді. Енді осы жерден далее батырмасын басамын. Қазір установка жүріп жатыр. Орнатылды. Орнатылғанын бұлай тексеретін боламыз. Мына жерде менде шығып тұр. Сіздерде де орнатқаннан кейін осы жерде Enslayer шығатын болады. Енді сізде қандай да бір қызметтер жұмыс жасамай тұрса, ол үшін қандай да бір қызметтер жұмыс жасамай тұр, ол үшін Enslayer'ға кіреміз. Кірген кезде мышканың оң жақ батырмасын басып, управление модулями деген батырманы басамыз. Осы жерде модуль КНП деген жұмыс жасамай тұру мүмкін. Осыған былай қоямыз птечка және установить модуль деген батырманы басатын боламыз. Басқан кезде бізге осындай бет ашылады. Перезапустить деген батырманы басамыз. Бұл бізде жүктелді. Енді жүктелгендігін бір тексереміз. Enslayer'ға кіреміз. Мышканың оң жақ батырмасын басып, управление модулями деген батырманы басамыз. Енді төменге түсіп, модуль КНП деген бізде да деп тұр, яғни жұмыс жасап тұр. Осылай сәтті Enslayer тіркелген боласыздар. Егер менің каналым сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Және менің көптеген пайдалы видеоларым бар каналымда, соны көріп отырыңыздар. Сонымен қатар, қандай да бір көмек керек болса, менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады.